Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа блинчик дайындаймыз. Осы рецептпен пісірсеңіздер, блинчиктеріңіз әрқашанда дұрыс шығады. Бізге қажет ингредиенттер: сүт, жұмыртқа, құмшекер, тұз, сұйық май, қопсытқыш, ұн. Ең алдымен жұмыртқа, құмшекер, тұз, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Қопсытқышты електегі ұнның үстіне салып қоямыз. Ал енді жұмыртқалы массамызды сүтпен араластырамыз. Оған сұйық майымызды қосамыз. Оны жақсылап араластырып алып, сосын барып ұнды електен өткізіп отырамыз. Мінекей, бізде осындай масса дайын болады. Табамызды қыздырып аламыз, сосын барып блинчиктерімізді пісіре береміз. Мінекей достар, біздің блинчиктеріміз дайын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.